Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2018 жылы жарық көрген шынайы оқиғалар желісімен түсірілген Есірткі тасушы атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Эрл атты қария бақташы екен, ол гүл өсірумен айналысады. 2005 жылы өзі өсірген гүлін әкеліп көрмеге қатысады. Содан дәлізбен өтіп, таныс адамдармен амандасып, әзілдесіп, орнына кеп гүлдерін тарата бастайды. Және сол көрмеде алтын жүлдеге ие болады. Ол кезде қызы тұрмысқа шығайын деп жатып, әкесі келу керек деп іздейді. Сонда анасы: әкең әрдайым жұмысын бірінші орынға қойған, ол сенің барлық негізгі мерекелеріңе келмеген деген сынды сөздерді айтады. Қызы біртүрлі сезініп жылап қалады. Әкесі таныстармен тойлап отырады. Арада 12 жыл өтіп кетеді. Оның жұмысы жүрмей қалып, бақша қызметкерлеріне ақша төлей алмай, жұмыстан босатып, заттарын көлікке тиеп кетеді. Немересі тұрмысқа шығатын уақыт кеп, сонда аттанады. Ол қуанып күтіп алады. Үйге кіріп, кейін қонақтарға баратын кезде алдарынан әйел мен қызы шығып қалады. Қызы оны көріп, мен мұнда қала алмаймын деп кетіп қалады. Әйелі болса, оған өмір бойы қаңғырып жүрдің, нашар күйеу мен нашар әке болдың деген сияқты сөздерді айтып, өз наразылығын білдіреді. Бірақ немересі оны жақсы көретінін білеміз. Сөйтіп немересіне ұрыс үшін кешірім сұрап кетпек болады. Сонда қонақтар арасынан бір бала жақындап, оның жер кезгенін естіген ол көлік артындағы суреттерді көріп, сөзге тартады. Сөйтсе шал 50 штаттың 41-інде өз көлігімен жүріп өткенін және бірде-бір айыппұл келмегенін айтқанда, егер жұмысыңыз онша емес болса, қаладан қалаға жүргенге, яғни тасымалдағанға төлейтін адамдар бар дейді. Бірақ не екенін айтпайды. Олар мұқият жүретін шопырларды іздеп жүр деп олардың мекен жайын беріп кетеді. Қаржыдан қысылған қария отырып жазылған жерге кеп тоқтайды. Терезеден сығалап қарап, оны кіргізіп, қай жерді кесеміз дегенде Эрл көлігін кестіртпейтінін айтып, сөмкені артына салдырады. Телефон беріп, саған қоңырау шалғанда ал, тек өзің хабарласпа. Қонақ үйге келгенде SMS келеді. SMS жазуды оншалықты білмейтінін түсінгенде, оған қағазға жазып, айтылған жерге келгенде көлікті 1 сағатқа тастап, кілтті қобдишаға қалдыр. Ақша сол қобдишада болады. Тек сөмкеде не бар деп қараушы болма деп ескертеді. Содан ол жолға шығады. Ал мына жақта есірткіге қарсы күрес агенттігінде жаңадан агент Бейтс кеп қосылады. Қалада қылмыс шектен шығып бара жатыр деп, соны азайтуды тапсырады. Эрл радиосын тыңдап жолда келе жатады. Ал Бейтстар өз істеріне кірісіп, адамдарды аңдып, суретке түсіріп отырады. Содан шал қонақ үйге кеп, кілтті тастап кетіп қалады. Уақыт өтіп, келіп, қобдишаны ашып, кілтті алып, қапталған қағаздан бір бума ақшаны шығарып, көріп таң қалады. Сөйтіп ол немересінің тойына қатысады. Қызы мен әйелі келгеніне ашуланып отырады. Немересі туыстарына алғысын айтып, кейін атасына ол сусындарды, ішімдікті төлеп берді деп рахмет дейді. Содан бақшасына келсе, банк алып қойғанын көреді. Жаңа көлік сатып алып, амал жоқ қайта әлгі жігіттерге барады. Оның жаңа көлігін көріп, бәрі қолпаштай кетеді. Сөйтіп артына тағы сөмке салып, жаңа телефон береді. Ескісін сындырып тастайды. Істі бітіргенде телефонды лақтыр, алдыңғы мекенжайға барасың деп жібереді. Осылай екінші тапсырысты орындайды. Ал мына жақта агенттер есірткі картелінде, яғни есірткімен айналысатындармен істейтін Луис атты бір жігітті ұстап, сенің үйіңнен есірткі ақша таптық деп оны түрмемен қорқытып, бізбен жұмыс істе деп оны көндіреді. Ол кезде Эрл өз бақшасын банктен қайта сатып алады. Өзі ардагер екен. Ардагерлер үйі өртеніп, сақтандыруды ұзақ күтуіміз мүмкін. Тек біреу бізге $25,000 бермесе дегенде шал ойланып қалып, қайта жігіттерге келеді. Бұл жолы оған сәл үлкендеу сөмке салады. Әдеттегідей басқа телефон беріп, ескертіп жібереді. Жолда келе жатып, сөмкеде не бар екен деп ойға кетіп, артына қарайды. Сәл жүріп тоқтап, жүк салғышты ашып, сөмкені қарап таң қалады. О, черт! Вам помочь, сэр? Офицер, здрасте. Онымен әңгімелесіп жатқанда көліктегі ит үріп кетеді. 15 минут сайын дәретке шығып жатыр деп ашуланып итті жібереді. Тауып қояды деп уайымдаған қария көлікке кеп, тітіркендіргіш жақпамайын көріп қалып, қолына жаға бастайды. Сыртқа шығып келген итті біліп қоймасын деп, қолмен әдейі ұстап, иіскетіп жатқанда полиция ұстауға болмайды деп оны алып кетеді. Осылай 90-дағы шал қандай іспен айналысып жүргенін біледі. Агенттер Луисті отырғызып, көлікте камерамен қарап, одан ақпарат ала бастайды. Ол бірнеше қонақ үй бар, ол жерге тасымалдаушылар әр жерден келеді деп айтып жатады. Сөйтіп Эрл бірнеше бума ақшаны алып, ардагерлер үйін жөндеп береді, билеп көңіл көтереді.
ақша бергені үшін оған алғыстарын жеткізеді. Сөйтіп келесі сапарына аттанады. Апарып ақшасын алып телефонды лақтырып кетеді. Содан Мексикада картельдің бастығы Латон Хулио дейтін жігітті шақыртып, оған шал туралы айтып, оның жұмысы жақсы, ешқандай ережелерді бұзбаған, оның ірі көлемді тасымалдайтын уақыты келді, сен оған қарайлас деп жібереді. Эрл көлікпен келе жатқанда оны Хулио күтіп алады. Сенің жол серігің боламын, менің айтқандарымды істейсің, ешқайда тоқтамайсың, бұрылмайсың деп ескертеді. Ішке кіріп жігіттермен сөйлесіп жатқанда, тездетіңдер деп Хулио кіріп келеді. Телефондағы SMS жазуды түсіндіріп тұрғанда жігіт естіп отыратын қалам қыстырып қояды. Ол кезде шал іштегі жігіттермен жайбарақат сөйлесетін жағдайға жеткенін байқаймыз. Сөйтіп бірнеше сөмкені салып, кешігіп жатырмыз деп асықтырады. Содан жолға шығып, радиомен қосылып әндетіп келеді. Артынан жігіттер ілесіп отырып, дауысын қосып, оның ән айтып отқанын естиді. Олар да өлеңге қосылады. Тоқтауға болмайды деп айтқанымен, ол жолда көліктері бұзылып қалған адамдарға жәрдем беруге тоқтайды. Жігіттер не істеп жатыр дегендей отырады. Қалада жол жөндеулер болып жатады. Араларында 3 көлік бар болып, ол бұрылып кетеді. Қайда деп тұрғанда жолды жауып, техниканы өткізіп, ашқаннан кейін тез артынан бұрылады. Сөйтіп шал айтылған мекен жай деп тоқтаса, іштен жас жігіт кімсің, кім жіберді сені деп түрі өзгереді. Мен жай ғана шопырмын дегенде оны ішке кіргізіп, маған осы жерді айтты деп жазылғанды көрсетеді. Хулиолар да кіріп келеді, тауарды түсірткізеді. Сөйтіп ол бастығына арызданып қоңырау соғады. Шал менің айтқандарымды істемейді, қаласа тоқтай салады, бұрыла салады, оны өлтіремін деп жатқанда бастығы ол өзінше жүреді, бір жерлерде басқаша кетеді. Солай ол көзге түспейді, оған жәрдем бер, қарап жүр дейді. Агенттерге Луис тасымалдаушылардың аттары, істеген істері жазылған дәптерді ұрлап әкеп береді. Ішінде жаңадан келген шал деген атпен Эрлді жазылыпты, бірақ олар оның түрін білмейді. Ол мына айда 121, ана айда 172, кейін 232 келі тауар жеткізді деп ірі көлемде апарғанын айтады. Дәптерді көріп, суретке түсіріп алады. Сөйтіп 9-шы тасымалына шығады. Жолда сэндвич алуға тоқтап, тамақтанып кететін кезде шериф менің қаламда не істеп жүрсіңдер деп екі жігітті тоқтатады. Бұл жер мексикалықтарды жақтырмайтын көрінеді. Эрл, олар менің жұмысшыларым, олар маған көшуге көмектесті. Одан да мен сізге багажда өте маңызды бір нәрсе көрсетемін деп шақырады. Жігіттер есірткіні көрсетеді деп ойлап, тапаншаларын дайындап тұрады. Ол екі құты попкорнды ұстатып жіберіп құтылады. Ол кезде Бейтс бастығына кеп, сол ірі көлемде тасымалдаушына, яғни шалдың жүретін жерін болжап, қазір жолда екенін айтып, жергілікті қызметкерлермен сөйлесіп, олар жолдағы көліктерді таңдап тексеруін сұрайық дегенде, бастығы маған нәтиже керек деп келіседі. Ал Эрл болса радиомен қосылып өлеңдетіп келе жатады. Артынан жігіттер бақылап жүреді. Содан полиция қара пикаптарды тексеріп жатқанын байқайды. Айтқан жеріне келгенде бір жігіт құттықтаймын, сен рекорд орнаттың, 282 келіні бір тасымалмен әкелдің, сенмен бастық танысқысы келіп жатыр деп оны Мексикаға апарады. Бастық оны күтіп алып, танысып, оның көңілін көтереді. Үйінде кеш болады. Бейтс жақында тауар келетін бір мекен жайды айтып, ұстаймыз деп бастығы рұқсат беріп, сол жерге аттанады. Есікті сындырып, ішке басып береді. Адамдарды ұстап, өз жұмыстарын атқарады. Ал Эрл немересінің дипломын алу рәсіміне келеді. Латон мылтықпен атып, көңіл көтеріп жүреді. Екінші рет дәлдейтін кезде оны өз адамы атып түсіреді. Содан Хулионы шақыртып, Латон енді жоқ, мен басшымын деп Густаво, енді ешқандай кешігу, еш жерде тоқтау жоқ. Ол сенің атаңа да қатысы бар дейді. Эрл бургерін алып шыққанда оны тоқтатып, жоспар өзгерді, артымыздан жүресің деп біреуі қасына отырады. Хулиоға қараса бірдеңе болғанын сезгендей түрі өзгереді. Содан орманның ішіне кеп, оған енді кешікпе, уақытлы келесің, кетесің деген сынды ескертпелерді айтып, Хулионың қасындағы жігітті ережеге бағынбаған үшін атып салғанын, егер біздің заңымызбен жүрмесең, сені осындай жағдай күтіп тұр дегендей қорқытады. Біздің көзіміз барлық жерде бар деп айтып кетеді. Сонымен ақырын кеп көлігіне отырып терең демалады. Қайта тауар тиетін жерге келеді. 12-ші тасымалын апара жатады. Содан агентке Луис хабарласып, оған бір қонақ үйдің атын айтып, тасымалдаушы сонда бару керек деген хабар жеткізеді. Сол жерге баруды ұйғарады. Бейтстер алдына кеп көлікте отырып, камерамен аңдай бастайды. Мына бөлмеде бір отбасы бар деп тексеріп отырады. Сөйтіп қарулы бір жігітті көріп, оның нөміріне қателескендей боп есігін шұқылайды. Жігіт шыққанда менің нөмірім екен деп қалдым деп сөзге кеп қалып, ұрмақшы болған жігіттің қолын қайырып ұстайды. Бөлмесін тексеріп, аз ғана есірткі тауып, оның көлігін тексерейік деп шығады. Ақтарып ештеңе таппай, ол емес дейді. Эрл терезеден байқап тұрады. Азанда шай ішуге кеп отырып, термосқа да құйдырады. Бейтстен түнде не шу шығардыңдар деп сұрап әңгімелесе кетеді. Агент те үйленген күнімен құттықтауды ұмытқанын көріп, менің қателігімді жасама, отбасы бірінші орында тұру керек деген сынды өз басынан өткенін айтып, кеңесін беріп шығып кетеді. Сәл жүргенде шалды тоқтатады. Ол шошынғандай қарайды.
береді. Сонда термосты ұмыттыңыз деп беріп кетеді. Жолда келе жатып немересінен суыт хабар келеді. Ол апасының қатты ауырып қалғанын, бірақ дәрігерлер үйге шығарып жатқанын, жақын күндері қайтыс болуы мүмкін деп оның келуін өтінеді. Бірақ атасы мен келе алмаймын, графигім бар деп күрсінгенде айтқанда, немересі ашуланып сенен қателесіппін деп тұтқаны қоя салады. Кейін Эрл ақыры үйіне кеп әйелін көреді. Таң қалған әйелі не істеп жүрсің мұнда деп, оның үнемі үйде болмағандығын айтып, сонда да сенің келгеніңе қуаныштымын дейді. Мына жақта жігіттер шалға қоңырау шалып ала алмай, оны өлтіруге тура келеді деп отырады. Кешке агенттер тоқылдақ Луистің айтқанымен басқа жерге келіп күтіп отырады. Бірақ ешкім көрінбейді, себебі Эрл әйеліне қарайлап отқанын көреміз. Сөйтіп әйелі сенде сонша ақша қайдан пайда болды деп сұрайды. Тек шыныңды айтшы дегенде Эрл мен есірткі тасымалдаушымын. Қазір 305 келі есірткі жатыр десе әйелі таң қалғандай болады, бірақ сенбейді. Сонда ол сен бай болсаң да, кедей болсаң да маңызды емес, бізбен болғаныңды қалағанбыз дейді. Шалдың түрі өкінгендей өзгереді. Сыртта әйелінің еккен гүлдеріне ойланып қарап тұрғанда қызы келіп, сені еске салу үшін жасаған деп гүлді айтады. Сонда әкесі қызына, мен нашар әке, нашар күйеу болдым, бәрін өткізіп алдым деп өзін есуас деп өкінетін жеткізіп кетіп қалады. Жіберілген қоңыраулар мен SMS-терді көреді. Қиналып жатқан әйелі Эрлге менің өмір бойғы махаббатым болдың, ең бастысы сенің осында болғаның деп жеткізіп көз жұмады. Әйелін жерлеп болғанда қызы оны алғыс айту күні мерекесіне үйіне шақырады. Осылай әкесін кешіргенін түсінеміз. Сөйтіп ісін аяқтауға кіріседі. Жолда оны байқап артынан барып ұстайды. Сонда маған ескертілген еді, істейтіндеріңді істеңдер деп шал өлетінін біледі. Біреуі бастығына қоңырау соғып тапқандарын айтқанда ол ережені бұзды. Өлтіріңдер десе, ол біздің ең жақсы тасымалдаушымыз дегенде бастығы соңғы ісін аяқтауына рұқсат береді. Олардың әңгімесін агенттер естіп отырады. Орталықтан мекен-жайларын біліп, соларға қарай аттанады. Тек ұшақпен ұшып оны табады. Аузы мұрны ұрылғанын көреміз. Жолды жауып тастап күтіп тұрып тоқтағанда қаруларын кезеп көліктен шығуын бұйырады. Ол жаймен шыққанда арт қаратқызып оның қолына кісен салады. Түрін көргенде сіз бе деп оны таниды. Менмін дейді. Келіп бетіне не болғанын сұрағанда керегімді алдым деп әйелінің жаназасынан қайтқанын, өмірде көп қателік жасағанына өкінетінін, отбасы кешіргенін, менің қателігімді қайталамаңыз дегенде айтады. Сот болып адвокаты қорғамақ боп жатқанда Эрл кінәлімін деп өз ісін мойындайды. Қолына кісен салады. Туғандары жылап, мүмкіндік болғанда кеп тұрамыз деп қалады. Түрме ішінде гүлдерін өсіріп жүргенін көреміз. Өз жұмысын бірінші орынға қойып, отбасына көңіл бөлмей, жасы келе қатты қателескенін түсінген шал арқылы отбасының қымбат екенін түсінеміз. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.